Алла тағалаға сансыз шүкірліктер мен мақтаулар болсын, пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын, баршаңызға Алла тағаланың сәлемі, рахметі, берекеті болсын. Бүгінгі айтатын, талқылайтын тақырыбымыз бала, сәби дүниеге келгеннен кейін атқарылатын шариғи әдептер турасында болмақ. Барлығымыз жақсы білеміз, ислам діні барлық іс-әрекеттің, амалдың, әдептерін, тәртіптерін қарастырған болатын. Соның ішінде осы көзіміздің нұры болған, жүрегіміздің қуанышы болған бала, сәби дүниеге келген кезде атқарылу керек рәсімдер. Оның біріншісі азан шақырып ат қою, екіншісі тахник, яғни баланың аузына құрма сияқты дәмді жемістердің шырынын, сөлін тигізу, уқалау деп айтсақ болады, таңдайын. Баланың мынау үлпілдек шашын соны алып, соның көлеміндей дүниені, жаңағы ақшаны садақа етіп тарату және сол баланы берген Алла тағалаға рахмет шүкіршілігімізді білдіріп, ол бала келетін болса екі қойды шалып құрбандық ету және баланы сүндетке отырғызу бұл дінімізде жақсы саналған мұстахаб амалдардан боп саналады. Кейбір мазхабтарда, кейбір ғұлама ғалымдардың көзқарасы бойынша сүннет боп есептеледі. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталсақ. Балаға ат қойған кезде оны құблаға басын қаратып, оң құлағына азан айтып, баласының атын атауымыз керек болады екен. Яғни Алланың құлы, Мұхаммедтің үмбеті, сенің атың пәленше, ұлы пәленше деген сияқты. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, балаларың дүниеге келген кезде оның құлағына азан айтып, атын қойыңдар. Сол кезде балаларың Умму Сибияннан сақ болады деп. Умму Сибиян дегеніміз бұл шайтанның азғыруы және жел арқылы тарайтын аурудың аты екен. Және де пайғамбарымыз бір хадисінде айтады, балаға мәнді мағыналы ат қойыңдар деп. Себебі сол ат, сол баланың өміріне әсері болады екен. Яғни бақытты болсын деген мағынада бақыт деген сияқты, бақытжан деген аттарды қойсақ, нұр үстіне нұр болады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады, қияметтің күнінде кісі өзінің және әкесінің атымен шақырылады деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам балаға қандай ат қою керек екендігінде өзінің хадистерінде айтқан болатын. Сондай бір хадистерінде балаға Абдурахман, Абдулла деген атты қойыңдар, себебі бұл Алла тағаланың жақсы көретін есімдері деген екен. Және де балаларыңа пайғамбарлардың есімін қойыңдар деген екен. Мақсат сол пайғамбарлар сияқты салих, тақуа болсын деген ниетпен. Және осы балаға ат қойған кезде де үлкен кісілерге, бір тақуа, салихалы кісілерге қойдырған абзал екен. Себебі сол адамға ұқсасын, сол адамның жолын берсін деген мақсаттан туындаған амал екен. Және осы бала өмірге келгеннен кейін екінші атқарылатын амал бұл тахник жасау, яғни құрма сияқты тәтті жемістерді шырынын қолымызбен, саусағымызбен алып, баланың таңдайына жағып уқалауымыз керек екен. Баланың бұлшық еттерін нығайту үшін және мынау құрма жемісінің адам баласының организміне өте көп пайдалары бар. Сол әртүрлі аурулардың алдын алып, баланың иммунитетін жақсарту үшін екен. Және сол баланың шашын алып, сол шашының көлеміндей күмісті ақшаны садақа етіп тарату бұл дініміздегі жақсы амалдардан болып саналады. Үлпілдек шашын ақиқа деп айтады. Ақиқа құрбандығын шалу бұл да жақсы амалдардан болып саналады. Яғни ұл бала келетін болса, екі қойды құрбандыққа шалып, қыз бала келетін болса, бір қойды құрбандыққа шалып, оны өзіміз жеуге, туған туысқандарымызға таратуға, немесе жетім жесір мұқтаж адамдарға таратуымызға болады екен. Пайғамбарымыздың хадисінде айтады, бұл ақиқа турасында әрбір бала өзінің ақиқасымен тұсаулы деп. Балаларың дүниеге келген кезде ақиқа құрбандығын шалыңдар деп. Яғни шайтанның азғыруынан
сақ болады, аман болады және дені сау, жасы ұзақ болуына себебін тигізетін амалдардан болып саналады екен. Және бала белгілі бір жасқа жеткен кезде оны сүндетке отырғызу, яғни әртүрлі аурулардың алдын алу үшін және мынау ұл балалардың зиянды қалдықтардың жиналып қалмас үшін сүндетке отырғызу керек екен. Бұл дінімізде 7 күннің ішінде, 14 күннің ішінде, немесе 21 күннің ішінде жасалғаны мұстахаб амал болып саналады. Ал егер бұған мүмкіндік болмайтын болса, балиғат жасына толғанға дейін жасалса да болады деген ғұлама ғалымдарымыздың көзқарастары бар екен. Иншалла, біз де осы айтылған амалдарды қолымыздан келгенше жүзеге асыруға тырысайық. Балаларымыз дүниеге келген кезде олардың өмірінің мәнді, мағыналы болу үшін Алла тағалаға дұға жасайық. Иншалла, Алла тағала баршамыздың балаларымызды, ұлдарымызды иманды, ибалы, салихалы, хайырлы, ата-анасына қайырымды, ел жұртына мейірімді ұлдардан, қыздардан етсін, өзінің тыйғандарынан тыйылып, бұйырғандарын орындайтын, еліне, жеріне, дініне адал қызмет атқаратын ұлдардан, қыздардан етсін. Алла тағала баршамыздың иманымызды қуаттандырсын, білімімізді арттырсын, адасушылықтан, күпірліктен, күмәннен сақтасын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Субханаллахи ва бихамдихи, ашхаду алла илаха илля анта астағфирук ва атубу илайк, бирахматика я архамар рахимин.